Бексұлтан, біз біргеміз. Махаббат жеңді, сүйінші құрметті көрермендер. Бексұлтан мен Зухра қайта қосылды. Бір-бірінен кешірім сұраған Зухра мен Бексұлтан отбасын сақтап қалды. Бұл туралы Бексұлтан мен Зухра әлеуметтік желідегі ресми парақшаларында хабарлады. Бексұлтан, иә, арадағы соңғы жағдайларға қарамастан бірге боламыз деп шештік. Адамдардың ең жақсысы қателеспейтін емес. Қателессе де өз қатесін түсініп кешірім сұрағаны дейді хадистерде. Зухра ең бастысы өз қатесін түсініп шынайылықпен кешірім сұрады. Мен кешірдім, Алланың өзі пенделерінің сансыз күнәсін кешіріп жатқанда мен кешірмейтіндей кіммін? Бәріміз қателесеміз, сүрінеміз. Болған жағдайды жақсы көретін жұптарымыздың еркелігі деп білерсіздер. Екеуміз екі жақта жүріп көп нәрсені түсіндік. Қолда барда алтынымызды бағалайықшы. Ендігі өмірімізді тату-тәтті отбасы болып жалғастырғымыз келеді. Біздің бақытты сәттерімізге ғана куә болыңыздаршы. Қалғанын өзара шешіп аламыз. Мейлі сөгіңіздер, мейлі қарғаңыздар, біз қабылдаған шешім осы. Махаббат жеңді деп жазды Бексұлтан. Желі қолданушылары мен қосылай қатысушылары осы жайтқа байланысты жарыса жазды. Айдана, о молодец. Мен қолдаймын, тек бақытты болыңыздар. Керемет, сіздер үшін қуаныштымын. Бақытты болыңыздар. Енді ұрыспаңыздар. Ел не деп сөйлейді, не деп сөгеді. Онсыз да өз проблемамыз жетеді. Сендердің қосылғандарына қуаныштымын, ашумен не айтылмайды, бәрі айтылады ғой. Қара жерге кіргізіп қайта шығарып алды ғой. 10 бәленің 9-ы тілден деп бекер айтпаған. Өте қуаныштымын, бақытты болыңдаршы, мен де кәдімгідей уайымдап кеттім ғой. Енді бәрі жақсы болсыншы, қатты қуанып отырмын, көзімнен жас тоқтамады, шын қуаныштымын. Деп жарыса жазды желі қолданушылары. Бексұлтан мен Зухра бақытты болсын.